Саулықтарыңызды тілеймін. Мен Сымбат дизайн және технология академия колледжінің алғашқы әскери дайындық пәнінің оқытушы ұйымдастырушы Тұрғанбек Мейрамбек боламын. Мен Google Classroom мен Google Meet бағдарламасын пайдалана отырып онлайн түрде сабақ өтпекпін. Ал ПДК 9-19-3 тобы сабақты бастайық. Сабақтың тақырыбы Калашников автоматы. Автоматтың арналуы мен ұрыстық қасиеті. Калашников Михаил Тимофейұлы, ол КСРО-да 1919 жылы 10 қарашада дүниеге келген. Кеңестік және ресейлік атқыштар қарулар конструкторы, техника ғылымдарының докторы, әскери атағы генерал-лейтенант. Ол кісі әйгілі Калашников автоматын ойлап табушысы және құрастырушысы. Келесі бетке келетін болсақ, 1943 жылы КСРО-да алғаш рет калибрі 7,62 мм болатын оқ-дәрі жасалды. Қуаты жағынан тапанша мен мылтықтың оғының арасында орын алды. 1944 жылы КСРО-да жаңа автоматты құрастыру жұмыстары басталып кетті. 1947 жылы арнайы комиссия автоматты қабылдап, оған АК-47 автомат Калашникова 47 деген ресми ат береді. Бірақ қалың көпшіліктің арасында Калаш деп аталып кетеді. Ал келесі бетте Калашников автоматының жетілдірген түрлері. Онда АК-74У, АК-74М, РПК-74, ПКМ, АК-101, АК-102, АК-105. Қарсыласты қоян-қолтық шайқаста жеңіліске ұшырату үшін автоматқа сүңгі пышақ бекітіледі. Түнгі табиғи жарық жағдайларында ату және бақылау үшін АК-74Н, АКС-74Н автоматтары мен РПК-74Н, РПК-С-74Н пулеметтеріне түнде атуға арналған әмбебап көздеуіш бекітіледі. Суретте тұрғандар сүңгі пышақ. Автоматтың, пулеметтің арналуы мен ұрыстық қасиеті 5,45 мм жетілдірілген Калашников автоматы дербес қару. Ал 5,45 мм Калашников пулеметі атқыштар бөлімшесінің қаруы болып табылады. Олар қарсыластың тірі күшін жою мен атыс құралдарын жоюға арналған. АК-74-тің ұрыстық қасиетіне сипаттама: оңғы калибрі 5,45 мм, атудың көзделу қашықтығы 1000 метр, нақты атыс қашықтығы 500 метр. Оқтың бастапқы жылдамдығы 960 метр секунд. Оқтың шектеу жүк қашықтығы 3150 метр. Оқтың қиратқыш әрекеті сақталатын қашықтық 1350 метр. Өзбей атқанда 100 ату минутына, жекелей атқанда 40 атыс. Келесі автоматтың жалпы құрылысына келсек, бірінші тежегіш компенсатор, екінші оңғы қорабының қақпағы, келесі газ поршнемен бекітпе жақтауы және бекітпе, қайтармалы механизм, сүмбі, оңғы жапсырмасы мен газ түтігі. Ең соңғысы оқ-жатар, құндақ, сүңгі пышақ. Негізгі бөлімге келетін болсақ, автоматтың жұмыс істеу механизмін 3 модельде түсіндіретін боламын. АК-47 өткен ғасырдың 40-шы жылдары қару-жарақтың конструкторы Калашников ойлап тапты. Калашников автоматы және оның модификациялары әлемдегі ең таралған атыс қаруы болып табылады. Атқыш көздеу үшін кесікті қыр мен қарауылды қолданады.
Көздеуіштің көздеу шамасы 800-ден 1000 метрге дейін қолжетімді. Қамытшаның көмегімен шкаладағы цифрлар 100 метрге шаққандағы тиісті атыс қашықтығын белгілейді. Стандартта оқжатардың сыйымдылығы 30 патрон. Оқжатарды оқжатар ілгегі көмегімен алуға болады. Бастапқыда солдаттар бердің капсулмен жабдықталған М43 патронын АК-47-ге пайдаланды. Ауыстырғыш автоматты түрде және жекелей атуға немесе сақтандырғышқа қою үшін қызмет етеді. Сақтандырғыш ол бекітпе жақтауын артқа қозғалуына кедергі жасайды. Ауыстырғыштың көмегімен жекелей және автоматты режим таңдауға болады. Ауыстырғыш ортаңғы қалыпта шүріппе байлатқышты бекітеді. Ең жоғарғы қалыпта ағытқыш ілмек пен шүріппе байлатқышын бекітеді. Ең төменгі қалыпта ағытқыш ілмек пен шүріппе байлатқыш еркін қозғала алады. Қалай ағытқыш ілмек босатылады, шүріппе айнала бастайды. Жекелей атыстың ағытқыш ілмегі атыстан кейін шүріппе бекітіледі. Ағытқыш ілмек тағы бір рет атқанға дейін босатылуы тиіс. Толық автоматты режимде ағытқыш ілмекті босатқанға дейін шүріппе қозғала береді. АК-47 және АКМ автоматтарының бекітпесі бұрма соқпадан тұрады. Бекітпені жабу және ашу үшін екі жетекші шыңқының көмегімен бұрылыс жасайды. Соққыш бекітпенің ішінде артқа және алға жылжуы мүмкін. Бұрма соққы соққышты тым алыс сырғуын болдырмайды. Ойық оңғы мен оңғы қорапшасын қосады. Бекітпе жақтауы жапсырмасы бекітпенің жауынгерлік тіреулеріне арналған ойықтар болады. Түйісу нүктелері қызыл түспен белгіленген. Бекітпе автоматтың бекітпе жақтауының төменгі бөлігінде фигуралы ойық арқылы бұрылады. Ағытқыш ілмекті басқан кезде шүріппе жіберіледі. Осыған байланысты соққыш механизмі патронның капсуліне ұрады. Соққының әсерінен гильза ішіндегі порохта жалын пайда болады. Газ қысымы. Газ поршенді бекітпе жақтауын сығып, артқа қарай жылжытады. Лақтырғыштың көмегімен бекітпе гильзаны ұстайды да, оны шағылдырғыш шыңқы арқылы лақтырады. Қайтарылатын серіппені қысып, бекітпе жақтауын алға қарай жылжытады. Бұл оқпанның патронына жоғарғы патронды итеруге мәжбүрлейді. Ақыр соңында бекітпе құлыпталады. Қалайда ағытқыш ілмек босатылғаннан кейін автомат атуға дайын болады. Толық автоматты режимде автоағытқыш өз ісіне кіріседі. Автоағытқыш соққыш патронның капсуліне соққы бергенге дейін қақпақтың бекітілуі екендігіне кепілдік береді. Оңғылық тежеуіш компенсатор
ату шоғырлануын арттыру және кері тебу энергиясын азайту үшін қызмет етеді. Енді қорытындыға келсек, студенттерге сұрақ қойсам, Әлия, сізге сұрақ. Калашников деген кім? Калашников Михаил Тимофеұлы 1919 жылдың 10 қарашасында дүниеге келіп, 2013 жылдың 23 желтоқсанында дүниеден өткен болатын. Кеңестік және ресейлік атқыш қарулар конструкторы, техника ғылымдарының докторы болатын. Және де генерал-лейтенант, дүние жүзіне әйгілі Калашников автоматының ойлап табушысы және құрастырушысы еді. Ол Ресей Федерациясының батыры, 2 мәрте социалистік еңбек ері, Лениндік сыйлықтың бірінші дәрежелі Сталиндік сыйлықтың лауреаты. Партия мүшесі уақытысында жоғарғы кеңес депутаты. Иә, өте жақсы, дұрыс жауап бердіңіз. Келесі сұрақ. Ая, сізге сұрақ. Калашников автоматының ұрыстық қасиеттерін атап беріңіз. АК-74 ұрыстық қасиеттері. Ұңғы калибрі 5,45 мм, атудың көзелу қашықтығы 1000 метр, нақты атыс қашықтығы 500 метр. Оқтың бастапқы жылдамдығы 960 метр секунд, оқтың шекті атыс жылдамдығы 3150 метр. Ұрыстың ату жылдамдығы жекелей атқанда 40 ату минут, үзбей атқанда 100 ату минут. Атыс қарқыны 600 ату минут. Тура атыс қашықтық кеуделік фигураға 440 метр, жүруші фигураға 625 метр. Сүңгі пышақтың массасы 390 грамм. Магазин сыйымдылығы 30 патрон. Сіздікі де өте жақсы, орынды жауап бердіңіз. Енді соңғы сұрақ, Аружан, сізге. Автомат Калашникованың ең негізгі бөліктерін атап беріңіз. Автомат негізгі мынандай бөліктерден және механизмдерден тұрады. Ұңғы қорабы, көздеу аспаптары және тапанша сабы. Ұңғы қорабының қақпағы, газ боршығы мен бекітпе жақтауы, бекітпе, қайтармалы механизм, ұңғы жапсырмасы мен газ түтігі, соққы ағытқыш механизм, құндақ және оқжатар. Иә, сіз де өте жақсы жауап бердіңіз. Осымен сабақ түсінікті деп ойлаймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.